Алла тағаланың 99 көркем есімі бар. Осының қасиетін айтқым келеді. Алла тағала Құр'ан-ы Каримде А'раф сүресінде айтады: ең көркем есімдер Алла тағалаға тән, Аллаға тән. Ендеше Алла тағаланың көркем есімдерімен тіл қатып, оған дұға жасаңдар дейді. Дұға тілеңдер дейді. Не дейді? Осы Алла тағаланың көркем есімдерін атай отырып Алладан сұраңдар дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: кімде кім бір сөзінде Алла тағаланың 99 есімін жаттап алатын болса, ол адам жәннетқа кіреді дейді. Тағы бір сөзінде: кімде кім әрдайым Алла тағаланың 99 есімі бар, бірігем 100 дейді. Осыны әрдайым зікір етіп жүретін болса, ол адам жәннетқа кіреді дейді. Енді жаңа дұға дедік қой, сол дұға жайлы айтайық. Дұғаға қосу жайлы. Муса алейхиссаламның оқиғасы, қысқартып айтайын. Ана бедеу әйел келеді. Не дейді? Я Муса, мен әлі бала көтермедім, менде бола ма, болмай ма? Сонда Алла тағала не дейді? Ол әйел бедеу. Ол әйелде бала болмайды деп айтады. Муса алейхиссалам әйелге айтады: сен бедеусің, Алла тағала айтып жатыр, сенде бала болмайды деп. Өзімізбен салыстыра кетейік. Бізге Алла тағала сұраса жауап берем дейді. Қолыңды жайда сұра дейді. Біз кейбір кезде осығанда еріншектік қыламыз. Не уақыт таппаймыз, не болмаса сұрадым ғой, бермейді деген сияқты. Ал жаңағы әйелді қараңыз. Пайғамбар айтып тұр, сенде болмайды деп тұр. Ана әйел айтады: мен Алладан үмітімді үзбеймін дейді. Иманын қарасаңыз. Содан 3-4 жылдан кейін Муса алейхиссалам жаңағы әйелмен кездеседі. Әйелдің жанында 2 баласы болады. Содан Алла тағаладан сұрайды: Муса алейхиссалам, я Алла, бұл әйел бедеу деген едің. Алла тағаланың айтқанын қараңыз. Ол әйел сенен кеткеннен кейін дейді, бұрылып кеткеннен кейін. Мына қағидаларды қараңыздар. Біріншісі, түндерде тұрып дейді. Түндерде тұрып. Ағайындар, түнде тұрып намаз оқу, түнгі намаз көп мәселелерді шешіп тастайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, парыз намаздардан кейінгі ең үлкен намаз бұл тахаджуд намазы, түнгі намаз. Бұл түнгі намаз Алла тағала кім не сұраса да берем деген, Алла тағаламен бүкіл мәселеңіз шешіп алатын намаз ғой бұл. Не дейді? Бірінші қағида, түндерде тұрып. Екіншісінің бізге керегі, Алланың көркем есімдерімен. Мысал қараңыз, Алла тағаланың Тауабур Рахим деген, Ат-Тауаб деген есім бар. Бұлайды: я Тауабур Рахим, ей тәубелерді қабыл етуші, менің тәубемді кешір, тәубемді қабыл ет. Я Ғафур, ей кешіруші, күнәмді кешір. Я Раззақ, ей рызық беруші, маған адал, берекелі рызық несібе бер деген сияқты әр дүниеңізге қатысты не сұрағыңыз келіп тұр, Алла тағаланың көркем есімдерінің ішінде бар сол есімдер. Қараңыз мысал: я Саттар, ей жасырушы, менің айыбымды 2 дүниеде де жасыра көр деген сияқты. Ана әйел Алла тағаланың көркем есімдерімен. Екінші қағида. Үшіншісі, нық сеніммен. Бізде байқайсыздар ма? Кейбір кезде дұға жасаймыз. Біздің дұғаларымыз әлсіз. Дұға қылып отырып, болар ма екен, болмас па екен? Берер ме екен, бермес пе екен деген сияқты. Беруші Алла тағалаға сонда күмәнмен дұға қыламыз. Біздің дұғаларымыз өте әлсіз, бауырлар. Сенімсіздікпен дұға жасаймыз. Ана әйел айтты: я Алла, сен бересің. Сен берушісің. Сенің бермеуің мүмкін емес. Сен өзің сүйіп жаратқан құлыңа, сен адам баласын өзің сүйіп жаратқансың. Сен сұраған адамға бермеуің мүмкін емес. Сен бересің деп сұрады дейді. Қарасаңыз қағидан. Мен бердім дейді. Ағайындар, қиын емес. Енді кейбір кісілер айтады: мен енді жасым кеп қалды, жаттау қабілетім нашар деген адамдар болса, Алла разы болсын. Ниеттене беріңіз, жаттарсыз. Ниетіңіз үшін сауап аласыз. Ал балдарыңыз бар ғой әлі, миы тынық. Балдарыңызға, немерелеріңізге жаттатып тастаңыз. Өзі 99 есім жігіттер. Күніне 5-еуден жаттасақ ше? Күніне 5-еуден жаттасақ, 20 күнде жаттап аламыз ғой.